Ал енді Рақымжан Қошқарбаевтың келінімін дедім мен. Рақымжан Қошқарбаев Рейхстагқа ту тіккен, Қазақстан оны білмейді. Рақымжан Қошқарбаевтың ту тіккендігін Субботин деген Рақымжанның қызмет істеген жері 150-ші дивизия. 150-ші атқыштар дивизиясы. Сол дивизияда журналист болып істеген ақын Субботин. Рақымжан жөнінде алғашқы материалды берген, Рейхстагқа ту тіккендігін жазған Субботин. Одан кейін Борис Горбатов жазған. Ең алғашқы ту болғанда ол мемлекеттік ту емес, жаңағы Гиммлердің үйі тұр, Рейхстагқа жақын. Рақымжан Қошқарбаевтардың взводтары Гиммлер үйін алады. Гиммлер үйін алғаннан кейін бірде жаңағы бастығы Давыдов деген Рақымжан Қошқарбаевты шақырып алады, жаңағы соғысып жатыр ғой, әрбір бөлмені немістерден тазартып жатыр Гиммлер үйінің. Сонда Рақымжанға хабар келеді, тез кім Давыдов шақырып жатыр деп. Давыдов бірінші этажда отыр екен. Келгенде Рақымжан айтады, бірінші этаждың түк қалмаған, жан жағынан атқылап жатыр ғой. Күн екенін білмейміз, түн екенін білмейміз, қараңғы болып тұр. Терезеге жақындауға болмайды, өйткені атылған оқтардың бәрі терезеден үйге шашылып жатыр. Сол бір кезде Давыдовқа жақындады. Содан кейін маған бір кезде терезеге қарашы деп айтты дейді. Терезеге қарағанда жаңағы Рейхстагтың күмбезі көрінді дейді. Мен оның Рейхстаг екенін білмеймін дейді. Я бір күмбез көрініп тұр деп айтты дейді. Олай болса, Рейхстагқа шабуылдаушы отряд ұйымдастырдым, соның басшысы сен боласың депті. Сонда біз стенаға жабысып тұрмыз дейді, мына оқ тимес үшін. Деді де маған жаңағы нені берді дейді, туды берді дейді. Жалау, жай, мата. Ол таяқшаға жапсырылған дейді. Сол матаны таяқшамен орап, мен белдігімнің ішіне салып, белдігімді қысып түсіп қалмасын деп, шалбарымның ішінен бұлай төменгі жаққа жіберіп, одан кейін жоғары жағы менің немде кеудемде тұр. Сосын мынау шабуылдаушы отряд деп айтты дейді. Ал енді сендер мына оқ азайған кезде терезеден секіресіңдер деді. Сол қарап тұрдым да, мен бір оқ азайған кезде терезеден секіріп топ етіп жерге түстім дейді. Соны білем дейді. Жатырмын бір кезде айналамның барлығы өлік дейді. Бізден де бұрын Рейхстагқа жіберген адамдар болған екен, бәрі өлген дейді. Мен сол жерде жатырмын, бір уақытта біреу тағы топ етіп түскендей болды дейді. Ол жылжып менің қасыма келді дейді. Ол айтты дейді, мен шабуылдаушылар шыға алмай қалды дейді. Мен ғана шықтым деп. Сонда жаңа шабуылдаушылар отряд шыға алмай қалған. Ал енді бұл кім Рақымжан жылжып, ол айтқан, менің соңымнан ер. Тұрып жүруге болмайды Рейхстагқа жету үшін. Рейхстагқа алдында айтқан дейді 360 метр жер анау. Мынау Гиммлер үйінен Рейхстаг 360 метр жер. Еңбектеп келе жатырмыз дейді. Мына етпетімізден жатып жылжып келеміз дейді. Оқ жауып жатыр. Өліктермен басымызды қорғаймыз. Өліктердің астында жатамыз. Әйтеуір кішкене оқ саябырлаған кезде жүгіреміз. Бірде суға түсіп кеттік дейді. Бірде көпірдің астында жүрдік дейді. Алдымызда әйтеуір бір қаңқалар көрінеді, танкілердің қаңқалары. Одан басқа ештеңе жоқ. Әйтеуір Зорға дегенде білмеймін, сол 2:30-да жеткен ғой. Күндізге 2:30-да біз оны түнекен деп ойлап жүрдік дейді. Рейхстагқа жеттік дейді. Жеткен кезде жаңағы басқыштан шығып, енді Рейхстагтың этажына қолымыз жеткенше, бірінші этажына ма, екінші этажына біз ту төгуіміз керек дейді. Сол жетіп барғаннан кейін тым тырыстау болды. Мен Болатовқа мінші мына иығыма. Анау жерден терезенің жақтауынан кірпіштерді алып сол жерге көрінетіндей қыстыр деп айттым дейді.
сол өйтіп ол да жалауды жолда кетіп бара жатқанда жазғанбыз дейді. Пәленше дивизиядан Рахымжан Қошқарбаев Болатов деп жазғанбыз дейді. Жаңа Болатов 19 жаста, Рахымжан 21 жаста. Соны ілдірдім дейді. Сөйтіп екеуміз түсе берген кезде келе жатқан адамдардың несін естіп қорқып қалдық дейді, немістер екен деп. Сөйтсек жаңа біздің дивизияның адамдары болып шықты дейді. Сосын, сендер ме жалауды тіккен? Біз. Содан олар әлгі өздерінің байланысшылары бар дейді. Сол байланысшылар арқылы алғашқы ту тігілді деп хабарлап атты дейді. Сонымен бір кезде әйтеуір оралап жатты дейді. Соныменен біз алғашқы туды тіккен бұлар. Ал мемлекеттік туды түнгі сағат 12-де Егоров Кантариялар тіккен ғой. Ол кезде ол Рейхстагтағы әрбір бөлмеден немістерді қуып шықтық дейді, тазарттық дейді. Сол әбден тазартылғаннан кейін олар кәдімгі басқышпенен шығып, Кантария мен Егоров жаңа мемлекеттік туды тігіп. Кантариясы грузин ғой. Өлгенге шейін ренжіп кетіпті ғой. Кейін Сталин жамандады ғой бұлар енді. Жамандады, сонда ол ренжіп кетіпті ғой. Мінекей, маған бекер жер саттыңдар осыны. Мен аяғында жау болып шықтым. Шын мәнісінен тіккен аналар ғой енді туды. Бұлар мен жағымпаздану үшін біреуі орыс болу керек, біреуі грузин болу керек деп туды тікізген соларға. Сонымен не керек? Рахымжан Қошқарбаев содан кейін белгісіз болып қалған ғой. Немістердің листовкаларында Рахымжан Қошқарбаевтың аты жазылған. Оны кейін Карл Кокошко деген журналист Кәкеңе келіп, Рейхстагтағы туды алғаш тіккен Қошқарбаев екендігін сол листовкаларын кейін Кәкеңге көрсетті. Кәкең сол журналистермен байланыс жасап тұрды. Кәкең өлгеннен кейін олар да хабарсыз қалды, олар да өмірден өтіп кеткен болу керек. Карл Кокошко деген журналист. Енді содан енді Рахымжан Қазақстанға келгенде белгісіз болып қалған. Қазақстан білмейді. Ешкім естімеген. Ал бірде сол Рахымжан келгеннен кейін Мойыншуда қара жұмыс атқарған ғой, ол кісі аттестаты жоқ. 10-ші класты бітірмеген. Училищеде оқыған. Бітірмей 7-ші класстан әлгі ФЗУ деген бар. Фабрика, завод, училище дегенде оқыған. Сөйтіп жүріп әскерге кеткен. Содан кейін Мойыншу жолында қара жұмыс істеп жүріп, Алматыға келген ғой, Алматыға келейік деп. Алматыға келгенде Бауыржанның Алматыға келгендігін естігесін Баукеңе сәлем берейін деп келген. Сонда жаңағы Баукеңе сәлем беруге келгеннен кейін Баукең бірден оның атын сол кезде естіген екен. Қабылдап, одан кейін оны жібергеннен кейін Кәкеңді шақырып алып ұрысқан ғой. Сен не қылған адамсың, журналистсің бе? Журналист емессің. Журналистқа дипломның керегі жоқ. Көргіш, көз керек, сезгіш, жүрек керек. Соғыстың біткенде 13 жыл болды. 13 жылдан бері мына Рейхстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаевты көрмей жүрген сен не қылған журналистсің? Журналист емессіңдер деп ұрсып алып, одан кейін барып, міне жаңа маған Рахымжан Қошқарбаев деді ғой деймін аты. Рейхстагқа ту тіккен жігіт келіп сәлем беріп кетті. Міне істейтін жері мынау, тап осыны тауып алып жаз деді ғой. Сөйтіп Кәкеңе жаңадай жол сілтегеннен кейін Кәкең Рахымжан Қошқарбаев тауып алып, тұңғыш рет Рақаң жөнінде халық 1958 жылы 21 ақпан күні Кәкеңнің Рейхстагқа ту тіккен қазақ деген очеркі шықты ленінші жаста. Сол очерктен кейін Рақаңның аты бүкіл қазаққа тарады. Бүкіл қазақ Рақаңды көру үшін Алматыға келіп жатты. Кейін Рақаң айтып жүрген, мені танытқан, баяғыда кім айтқан ғой, Абай айтқан ғой, менің көзімді ашқан Михайлис деп. Сол сияқты менің көзімді ашып, мені елге танытқан Бауыржан менің Кәкімжан, жаным айналайын деп талай жылап отыратын көрдім мен оны. Сөйтіп 58 жылдан бастап Рахымжан Қошқарбаев бізбен семьясы болып араластық, өлгенге шейін араластық. Оның барып Кәкең жерледі. 82 жылы Бауыржан Момышұлы қайтыс болды.
89 жылы 88 жылы Рахымжан Қошқарбаев қайтыс болды. Екеуіне де жер алған Кәкең, екеуімді жерлеген Кәкең. Ол бір жылдан кейін Кәкең Рахымжандардың жанына өзі де барып түсті. Сонымен мен де жазып жүрдім. Қазір Бауыржан, Рахымжан, Кәкімжан үшеуі мына жерде жатыр. Біз осы үшеуіне барып келген күні рахаттана отырып тамағымыз ішеміз деп жаздым. Бұлар тірі жүрген кезде жеңіс күндері алдыменен Баукеңді құттықтауға рақаңдар барады. Рақаңды құттықтауға біз барамыз. Енді Баукеңнің несін не алмаймыз ғой енді. Үлкен адам ғой, оған шұбырып бара бермейсің ғой. Ал бірақ Баукең Кәкең секретар болып кеткенге дейін, республиканың идеология секретары болып кеткенге дейін үнемі шақырып алып, күйзелісте болса күйзелісін айтады. Бірдеңені жаздыру керек болса жаздырады. Соларға найзағайдай жарқырап деген очеркін оқысаңыздар, соның ішінде Сталин туралы да Баукеңнің айтқаны бар. Шыңғысхан жөнінде де Баукеңнің айтқаны бар. Рақаң жөнінде Кәкең қаншама Брежневке шейін хат жаздырды ғой Баукең. Кәкеңе. Рақаңа герой атағын алып беру керек деп. Ал неге герой атағы берілмеді? Ташеновтер жүгірді біздің жоғарғы советтің президенті болған кезде. Одан кейін Ильяс Омаровтар жүгірді Кәкеңнің жаңағы несінен кейін, мақаласынан кейін. Қайтқан күнде де жаңағы Рақаңа не алып, жұлдыз алып береміз деп, бірақ Брежнев 82 жыл келгенде Қонаев айтқан кезде жоқ, тарихты қайталамайық деді ғой, сонымен қалып қойды. Бірақ Кәкең айтты, уақыты келмей жатыр, кейін уақыты келген кезде мен оны көрмейтін шығармын. Рақаң қайткен күнде өзінің атағын алады деді. Қаһарман атағын берді ғой, бірақ Совет одағының батыры деген атақты берген жоқ. Ал енді әрі қарай Рақаңның өмірін, Рақаң жөнінде мен талай рет телевизорға шықтым, талай рет мақала жаздым. Кейін балам Батыр Рақаңды Москвадағы режиссермен келісіп отырып, Баукең жөнінде фильм шығартты ғой. Бірақ оны Батырда көрмей кетті. Ол фильм бар қазір. Оны Мәдениет министрлігі ол фильмді шығарған адамды мойын қабылдай алмады ғой. Сол адам соған жете алмай қалды. Егер Батыр болғанда ол жететін еді, ол қазір ол киноны бүкіл халық көретін еді. Сөйтіп міне Баукеңнің арқасында Кәкең Рахымжан Қошқарбаевты жарыққа шығарды. Сөйтіп ол да аңызға айналған батыр болды. Мені ол кісі келінім деген жоқ, оншам деп атады, орынша деген, еркелетіп атайтын еді. Қазір оның баласы Батырда істеді. Ержанда, Бақытжанның баласы да Батырда істеп жатыр. Батырда кетіп қалды ғой өмірден енді. Сөйтіп Баукеңнің осылай келіні болды. Ал енді Кәкең идеологияның секретары болған кезде Димаш Ахметұлы үлкен мерей тойларда политбюроның мүшесі болғандықтан перерывте, театрда болсын, концертте болсын, үзінді болады 30 минуттық. Сол үзіндіде Димаш Ахметұлымен бірге шай ішіп жүрдік. Сонда жаңағы алдынан өткім келмей тұрады ғой мен енді. Сонда айтады, келін шырақ, өтіп кет айналайын, өтіп кет, келін шырақ деп тұрады. Сондықтан мен Димаш Ахметұлының да келінімін деп мақтан аламын. Ол кісінің де біздің мемлекетімізді 44 жыл басқарды ғой. Мына президентімізге рахмет, Қонаевқа қала берді. Қазір Қонаев қаласы жақсы өсіп жатыр. Топырақтары бұлардың торқа болсын, қалған нелері ұрпақтары аман болсын деймін.